Ораза қазасын ораза айттың екінші күннен бастап өтеуге рұқсат етіледі. Ораза кезінде белгілі себептермен оразасын бұзған мұсылмандарға қаза болған ораза күндерін өтеу міндеттелген. Рамазан айынан кейін оразаның қазасын өтейтін адам күнделікті намаз кестесін негізге алады. Таң намазы кірген уақыт ауыз бекіту уақыты. Сол уақытқа дейін сәресін ішіп жеуге рұқсат. Ал ақшам намазы уақытының кіруі ауыз ашар уақытын білдіреді. Қаза оразасының арнайы ниет дұғасы жоқ. Мәселен, былай ниет етуіне болады. Ниет еттім Алла ризалығы үшін осы жылғы Рамазан оразасынан қалған, мысалы 6 күндік қаза оразасының бірінші күнін өтемекке, немесе екінші, үшінші деп ниет етсе болады. Ханафи мазхабында Рамазан оразасының қазасын өтеу уақыты шектелмеген, яғни келесі Рамазан айына дейін немесе одан кейінгі уақытта да өтеуге рұқсат етіледі. Дегенмен уақытты созбай тезірек өтеген жөн. Үзбей ұстау мәселесі 60 күндік кафарат оразасына қатысты, ал қаза оразаларында үзбей ұстау шарты қарастырылмаған, бөліп өтеуге болады. Ханафи мазхабы бойынша рұқсат етіледі. Дегенмен алдымен қаза оразаны тезірек өтеп алу жағына мән берген абзал. Ораза айттың екінші күннен бастап қаза оразаны өтеуге рұқсат етіледі. Екеуі екі бөлек ғибадат болғандықтан бөлек ұсталады. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.